Елестетіп көрініші, мемлекет сізге жыл сайын $3000, яғни 1,600,000 теңге бонус береді. Сіз тек сол елдің азаматы болғаныңыз үшін. Бұл ертегі емес, шындық. Бірақ бұл жеке ел емес. Бұл Америка Құрама Штаттарының Аляска штаты. 1982 жылдан бері мұнда ерекше бағдарлама бар. Аляска штаты мұнайдан түскен табыстың бір бөлігін өз тұрғындарына бөліп береді. Жыл сайын әрбір тұрғынның шотына шамамен $1000-дан $3000 дейін түседі. Бұл сумы мұнай бағасы мен штаттың кірісіне байланысты өзгереді. Тіпті балалар да бұл төлемді алады. Бастысы Аляска штатының ресми тұрғыны болуыңыз керек. Бұл жүйе адамдарды туған жерінен кетпеуге, экономикаға үлес қосуға ынталандырады. Яғни табиғи байлық бүкіл халыққа ортақ игілік. Осындай жүйе біздің елде болса, сіздің ойыңыз қандай болады? Пікір қалдырыңыз, лүпіл басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.